Мемлекеттік қызметшілер су басқан елді мекендерді қалыпқа келтіруге атсалысып жатыр. Сауран ауданындағы зардап шеккен бірнеше ауылда арнайы техника және құрал жабдықтардың көмегімен бұзылған жол жиектеріне тас төселуде. Толығырақ тілші сюжетінде. Мемлекеттік қызметшілер арасында барлығы десек те болады, өз көмектерін көрсетіп, жұмыс жасаудамыз. Қазіргі таңда бізде 10 техника жұмылдырылды. 40 шақты мемлекеттік қызметші өз көмектерін көрсетуде. Бізде қазіргі Бабайқорған ауылдық округі бар. Онда да адамдар жұмыс істеп жатыр, техникалар жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда қауіптің несі басылған. Шаға елді мекенінің ішімен де тасқын су ағып өткен еді. Ауылда бастауын таудан алатын қос өзен бар. Бірі елді мекен ішінен, бірі сыртынан ағып өтеді. Тасқын кезінде ішкі көшелерді су басып, асфальт жабындылары мен тас төселген жолдарға айтарлықтай зиян келген. Ал қазір мемлекеттік қызметшілердің көмегімен тас төсеу жұмыстары қызу жүруде. Қыс мезгілінің аяқталмағанын ескерсек, қарғын судан қатер қайта төнуі мүмкін. Арнайы техникалардың көмегімен су ағатын арналардың бағыты басқа аймаққа бұрылуда. Бұл жұмыстар Бабайқорған, Үлгілі, Абай елді мекендерінде де атқарылуда.